Бүткіл мемлекетіміз жаңарту күнін тойлап жатыр. Енді мына мемлекетімізде ағаштың тармағы мықты болса, ағашты жемістерін береді. Сол бүгін біздің әже, апаларымыз, зейнеткерлеріміз өз өнерлерін көрсетейін деп жатыр. Мына өз қолдарымен істеген заттарын көрсетейін деп жатыр. Енді Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Өстіп біздің жас ұрпақтар көріп, апаларымыздың қандай екенін қуанып жүре берсін. Сәуле ханым, сұхбатыңызға рахмет. Ары қарай жалпы міне ән салып жатыр. Әжелеріміз ән салып жатыр. Бұл орталықта 6,5 мыңнан астам ата мен әже зейнеткерлер бар. Жалпы бұл кісілер ән айтып, би билеп қана қоймайды, сонымен қатар сән де көрсетеді.